Hayırlı күн достар. Мен сіздерге бүгін маркетинг планымен таныстырып сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, бізде минимально 20.900 теңгеден басталады пакеттеріміз. Компания VIP International'da бізде 6 түрлі кіру жолы бар. Біріншіде 20.900 минимальный пакет. Бұл жерде сізге бір кейс береді. Кейсте бізде 2 өнім болады. Немесе бір өнімнің бағасы 20.900 тұрады. Өздеріңіз таңдап алатын өнім. Енді қараңыздар, бұл турецкий компания болсын, бұл жерде неғұрлым көп аласыздар, соғұрлым сіздерге компания скидкамен береді. Енді келесі пакет 39.600 теңге. Бұл жерде сіздерге 2 кейс береді, уже 2200 теңге сізге үнемдірек болады продукцияны алу. Енді келесі пакет 115.500 теңге. Ол жерде сізде 6 кейс береді, сізге уже 9.900 теңге үнемдірек аласыз продукцияны. Келесі пакет 173.250 теңге. Ол жерде 10 кейс аласыз, сізге уже 37.750 теңге скидкамен осындай үнемдірек алуға болады. Енді келесі пакет 330.000 теңгенің пакеті бар. Ол жерде 20 кейс аласыз, сізге 88.000 теңге уже продукцияны кішкене үнемдірек болады. Енді біз айтамыз 432.850 теңгенің пакеті бар. 30 кейс 194.150 теңге үнемдірек продукцияны алуға болады. Мысалы, көбіңіз сұрайсыздар да, қай пакет маған тиімді деп. Мен өзім финансист, экономистпін. Сондықтан осы компанияға келгенде мен мынау пакеттердің бағасын санадым. Мысалы, қараңыздар, 432.850-ге продукцияны алсаңыз, сіз оны мысалы 30 кейске бөлдім, сонда 14.500 теңгеден ғана продукцияның бағасы, 2 өнімнің бағасы 14.500 теңгеден ғана шықты. Розничный бағасы 20.900. Сондықтан сіздің қалтаңызда 6.500 теңге разницасы қалтаңызда қалады. Это считается оптовый баға. Сосын көбісі айтады, маған 432.850 маған қымбат, тиын. Енді көп адамдар негіз айтады. Енді мен айтам, 432.850-ді